Жетім қыз. Жәңгір тұсында Азамат дейтін адам өліп, оның Алмажан дейтін 14 жасар қызы, Төрежан дейтін 7 жасар ұлы жетім қалады. Нарындағы 9 би екі жетімнің малын өздері бөліп алмақшы болады. Өзі ақын, өзі қажарлы Алмажан билердің жауыздығына наразылық білдірді де, бүтін дүниесін тастап, інісін жетектеп, ханға барып арыз айтпақшы болады. Жүрейін деп жатқанда, қарт атасына келіп, ақын қыз былай дейді: Мақпал, бір ойсам жарасар, алтын сандық зерлерге, құзырлық етсем жарасар, сөйлеген қызыл тілдерге. Сұмырай доғын қыз алмаш, құрбаның болсын мұнапас, балуан ата пірлерге, уақыты оның біткен соң, қарамай кетті қамқорым. Бақшадағы қызыл гүлдерге, бұлбұлым ұшып кеткен соң, жарықтан шығып тап болдым қараңғы тұман түндерге. Құдіреті күшті Алланың әмірі боп біздерге, әкекемді мен бейбақ, дуана болып біздерге, бар сенгенім 9 би, өзіме қарап тап берді. Қорғалауға қара таппадым, шағайын деп ендігімдерге, атамнан қалған малды алдың. Мойныма қой күнәмді, жазығым не, билер сіздерге. Алтыннан соққан қылышым, бау өзіліп түсті белімнен. Дүбірші тұлпар арғымақ, босанып шығар барған жерінен. Қос ұлығы бидайық, шарқ ұрып көкке ұшқанда, балапан үйірек қаз бен қу көтеріліп ұшпас көлінен. Сусыныма шәй ішіп, бастаңғыма бал жеген, толықсаған қыз едім, күніме жетпей айырылдым. Екі бірдей тірімнен, әкекем өзі кеткен соң, атаңа нәлет 9 би, адастырдау жөнімнен. Адастырған емей немене, зорлық етіп айырдың, ата бір қоныс жерімнен. Сөйлесе бейлер сөз қалмас, алмаш арсыз көрімнен. Екі бірдей жетімді жайсыз жерде жылатып, қорқыныш жоқ 9 би, нәубетті кезек өлімнен. Есектің алды көктерек, сөз сөйлейін тіл безеп, балуан ата ерәли аян берді түсімде. Түрегел қызым сөйле деп. Мен айтайын сөзімді, тарқатай мұңымды, не қылайын сөзге бой тежеп. Қуарып қалған қу үйде, менде бір билер қу тезек. Атамнан қалған малды алып, лұқпандай мың жасап. Өлмеймін деп жүрмісіз? Асықпай тұр 9 би, сізге де келер бір кезек. Ойласам, ақыл жетпейді-ау, адам бір заттың құлқынай. Пияладай ұшқан сұңқарым, көрсеткендей кетті қылпынай. Күйік бір етіп көзіме, артыңа тастап кеттің ғой, мына бір жаудың өзіне әкекем өзі кеткен соң атаңа нәлет 9 би 3 күн дейін кеңесіп басылмады сұлқынай. Атамнан қалған малды алдың. Ең болмаса 9 би, шыдамадың қырқынай. Алтын туы жығылды, Мысыр сынды қаланың, делбесі жібек үзілді, күймелі күміс шананың. Әкем мен шешем өлген соң, қанғаны сол ма табаңның? Қас ақыма болмасаң, өлімге неге күлесің? Қайдан білдің 9 би, боларын неден қазаңның? Қатерлі қызың мен болсам, алдына келсің балаңның. Қызыл тілім сау болса, асықпай жүр 9 би, басыңды бір тығармын. Артына өлген анаңның, атын бір мінген қаракер, шабуыл салсам шығар тер, уақытым мұның біткен соң 9 жетпей төгілді өндіре салған алтын зер. Жасымнан еткен жақсылық, бірінде билер білмеді-ау, нарындағы 9 салымға қайырды өткен болдау сер. Екі бірдей жетімді, түс көргендей түңілтті, бауыры суық қара жер. Жәңгір ханды ниеттеніп, жетімді қолдан шетелеп, қызыңда кетіп барады, қамқор едің атеке, көресілік қолың бер. Алтын зер салсам жарасар, қара мауыт жағаға, арғымақ жексем жарасар, күймелі күміс шанаға. Әкеке, өзің кеткен соң, атаңа нәлет 9 би, қызылы сөнбей сәуленің. Жетімге келіп қол салып, дұшпанға қойды табаға. Билерден қорлық көрген соң, шыдамай кетіп барамын Төрежан сынды балаға. Шіреніп жатып толғайтын, сұмырай алмаш қызыңда. Бұрынғыдай ата күн бармай, шағалалы көлдей шалқыған, халқымнан безіп барамын. Ақырын тәңірім бермесе,
Қош жетімді сын бармай, қызымен жасты алмашты, аламын деп тап берді, нарындағы 9 салымды. Ойласам ата дін бармай, қатты сөзді тік көрді, ерлер керек бұл іске. Сөзімді айтқан тыңдарғай, атеке көрсең сәлем айт, еске алып бізді сұраған, нарындағы жас жігіт құрбы құрдас қыздарғай. Қой айдаттым базарға, алтынды күміс теңгеге, жасау бір жидым жайнатып, қарағайдан салған бөлмеге. Ата бір көрсең сәлем айт, жан ұзақтың зайыбы түйме жан сынды жеңгеме. Басыма тарлық келген күн, шырағым жайын қалай деп, қасыма бірде келмеді. Жан жолдасым жеңешем, толықсыған көңілімді бір тиындай көрмеді. Жылама жаным бекеш деп, жұбатып көңіл бөлмеді. Жан білмеген жас басым, жалғызда кетіп барамын. Атеке көрсең сәлем айт, қайратты қанды жігітке қасыма бір ермеді. Қараша құс мекендер, қарағай қайың талбасын, киік құлан мекендер, асқар таудың жалбасын. Әкекем өзің кеткен соң, атаңа нәлет 9 би, ұмытып кетті-ау Алласын. Мен жыламай қайтейін, менің көрген күнімді, адамзаттың ұлына әр кезде тәңірім салмасын. Билерден қорлық көрген соң, алып та қашып барамын, әкемнен қалған бір тұяқ, Төрежанның өз басын. Атеке көзің сала жүр, атаңа нәлет 9 би, артымда қалған малымды тағы да талап алмасын. Жәңгір ханды ниеттеніп, қызыңда кетіп барады, 9 биге сәлем айт дегеннен қапыл қалмасын. Керуенім кетті мәрге, мәрден кетті әріге. Қамқорым менің кеткен соң, артыңда қалған қош жетім, келе алмай жүр сәніне. 9 бидің сарпынан есендеспей барамын, қайран жұртым елдегі, жасы бір үлкен кәріге. Атеке көрсең сәлем айт, ескеріп бізді сұраған, қайранда жұрттың бәріне мұндай іс көрдім. Көріп тұр ғой көзіңіз, қартайған соң халқыңа, елеусіз болды сөзіңіз. Жәңгір ханды ниеттеніп, қызыңда кетіп барады, көріскенше күн жақсы, қош аман бол өзіңіз. Алмашан қарт атасына осы сөзді айтып, әнісін жетектеп, хан ордасына жаяу жүріп кетеді. Түнде адасып, қалың қамысқа тап болады. Інісі әрі шаршап, әрі қорқып жылап отырғанда, Алмажан мына сөзді айтады. Емшектесім жұбайым, бақытыңды сірә ашпадау. Бір жасаған құдайым, келіп кіріп кетіппіз. Ызғын қалың қамысқа, енді ойласам қарағым, адасар болдық сыңайым. Ханның көлі қорық көл, мұнда келсе қарауыл, көлде неғып тұрайын, осындай торға түскенде, ізгі бір адам келсейші, бізде 2 жетімге. Жөн көрсетіп бермеген, жасаған жаппар құдайым, жөнімді кімнен сұрайын? Шығып едік елімнен, хан Жәңгірді көрмеге. Ішке толған мұңды зар, арызымды айтып бермеге. Ең болмаса шырағым, аға қып сені бермеді-ау, аға тайлап ермеге. Өлгенімше зар болдым, аға менен жеңгеге. Жалғыз қара сен үшін ниеттеніп қана келемін, ұсынып мойын өлмеге. Қызыл тілім сауында ханға жетіп барайын, дүниенің шары жоқ екен, 2 айналып келмеге. Жасыңда қалдың шырағым, атанаңды көре алмай, арманда кетті екеуі, қызығыңды көре алмай. Алмажан сынды сұмапаң жылайда толғап келеді. Басыңа пана бола алмай, толықсыған көңілім басылмайды қарағым, 9 биден кек алмай. Атаңа нәлет 9 би, қаңғыртып бізді жіберді-ау, дүние малды көре алмай, билерден қорлық көрген соң келемін іздеп Жәңгірді. Жата алмадым үйімде, ел жұртымнан ұялмай, киік құлан мекендер, асқар таудың бұлағын. Борайда борай қар жауса, Тәңірдің өзі сақтайды киіктің жетім лағын. Шырағым, кімнен көреміз заманның мұндай болған шынағын? Елінен безген қош жетім мекендер болдық екеуміз. Қалың қамыс құрағын, елінен безген жетімнің кім білер жосық тұрағын. Апекең мұндық сау болса, дұшпаннан кекінді әперер, көңілін бұзып қамығып, жылай берме шырағым. Қанаттасым, жалғызым, тар жерде жылап жасыма, апекең сенің қасыңда, тар жерде жылау лайық па? Азамат ердің баласы, Төрежан деген басыңа. Жылағанын қоймасаң,
Кешегі кеткен әкекең балапан болып жүзбей ме? Көзіңнен аққан қанды жас араласып у болды, ішейін деген асыма. Құлан бір түзде қу көлде, көңілді бұзып қамығып, жылайда берме шырағым, алма жансынды әпекең, құрбандық болсын басыңа. Қаршыға құстың баласы, ұшады заулап алысқа, қонады зәулім көз жетпес, бәйтерек басы шалысқа, арғымақтан туған қазанат болдырмайды шабысқа. Асылдан қалған тұяғым, билерден қорлық көрген соң шыдамай шықтым намысқа. Әкекем өзі кеткен соң жолығуға мың болдық, жүз көріскен танысқа, бесік табы кетпеген, қабырғасы қатпаған, екі бірдей қош жетім, жүр алмады қалысқа. Тотықұстай керіліп, шалқып өскен қыз едім, тап болды дүлей қамысқа. Дегеніме келгенше мекен етіп тұрмадым, адыра қалған нарында мен деген қазақ баласы кімнен артық деуші едім. Кешегі әкем барында тұйыққа бүгін киліктім, кім су берер іштегі түтеніп жағынған жалынға. Алмажан інісімен жол таба алмай адасып көп жүреді. Мұнан кейін олар орда маңында тұратын Сағитжан деген ноғайға жолығады. Бұл адам әкесіне таныс дос адам екен. Алмажан оны танып мына сөзді айтады. Жылқы салдым тоғайға, тоғай бір долы шоғайына. Оңға шығар ақ ісім бір келер оңайға. Оңайға ісім келмесе, осындай игі жақсы адам шақырсам да жолай ма? Елінен безген қош жетім, Құдай айдап кез болды. Әкемнің досы ноғайға, кешегі әкем барында арғымақ міндім жорға деп. Әкекем өзі кеткен соң әуле қоймай сыйындым. Ер балуан қолда деп, қолдаған емей немене аян берді түсімде. Түрегел қызым толға деп, әрбір күннің бірінде толғай түсіп келемін. Біз бейшара мұңдыққа көрсеткенің Алла сол ма деп. Шырайыңды көргенде шырамытып мен тұрмын. Әкекемнің жандосы Сағитжан Ноғай бұл ма деп. Айдында айдын көл, айдын көлдің ішінен ұшады үйрек пырлаған. Қоғалы үйрек ұшқан соң байласа қарға тұрмаған. Еңсесі биік ақ боз үй тігулі қалды нарында. Қайырсыз болып оңбаған, тотықұстай керіліп, еркелеп өскен қызалмаш. Күні бір бүгін болғанда, қуғамысты паналап, көлден көлге зырлаған. Сағитжан аға білмейсіз, жөнімді саған айтайын, азамат ердің қыз едім, менің атым Алмажан. Сіздің келген уақытта 9 жасар бал едім. Тұлымшағымды шалмаған, өспей кеткір сұмбасым, 14-ме келгенді сайлиқалы қыз болдым. Жібектей шашын талдаған, кешегі кеткен әкекем, ерлігін оның сұрасаң, ерелиден кем емес, өз дегені болмаса пенденің тілін алмаған. Ақылы артық арыстаным, озып ет байтақтан, үзілсе арқау жалғаған, достың опат болған соң, орнын ұстай тұрарға артында тұяқ қалмаған. Пиялай кескен қолымнан, сұңғарым қашып кеткен соң, нарындағы 9 би біздерді келіп алдаған мен тұрмаған. Төрі жансынды сәбиді есігіне құл қылып, қызметіне салуға, Алмажан сынды бейбақты кішілікке алуға, басымды сөйтіп шырмаған, сұмырай туған қыз Алмаш, билердің онысына болмаған. Бұғанда неғып көнейін, туғалы қорлық көрмеген. Күні бүгін болғанда, мына тұрған қыз Алмаш, алдыңа келіп зарлаған. Алладан болған іс болса, маңдайымнан көрейін. Жәңгір ханның құзырын алып барып көрсетші, арызымды айтып берейін. Тыңдалмаса арызым, бұл қорлыққа көнгенше қаңғырып жүріп өлейін. Сағитжан қыз бен баланы ертіп, Жәңгір ханның ордасына алып келеді. Анау ханның есігі, анау ханның үйі деп жөн сілтеп жібереді. Алмажан інісін жетектеп, хан үйінің есігінің алдына келеді. Ханның билері Алмажанды ханға жібермейді. Алмажан билерге мына сөзді айтады. Елім бір көшті талдауға, талдаудың түбін барлауға. Сұрамай жөнімді ұстадың, екі бірдей жас жетім. Көрінді ме оп-оңай билерім сізге алдауға. Алыстан іздеп келгенде, сендерден қорлық көргенім. Нарындағы 9 залымнан құтылдым деген сұм басым, қайтадан түстік байлауға. Ай жалыны айдекен, күн жалыны күндекен. Орданың басшы билері қас-қасқырлар мындекен.
Арызға келген жетімді жібермей жолдан тоқтату, билерім сізге жөн бе екен? Нарындағы 9 залымнан онан да зорлармын декен. Нарында 9 залымды, залымдар алып малымды, тірідей қорлық көрген соң бір шапағат болар деп үміт етіп келіп ем жаяу іздеп ханымды. Құтылдым деген сұм басым, артық туған қыз едім. Қолымнан сұңқар жем жеген, қапыда ұшып сұңқарым, шақырсам да келмеген. Сұңқарым ұшып кеткен соң, нарындағы 9 би мал қоймады бөлмеген. Екі бірдей жетімге жаның шықсын өл деген. Келіп едім даңқымен Жәңгір ханның құзырына. Күндіз түні барсаң да есігі бар кең деген. Қалай ет билері арызға келген жетімді жібермей жолдан тоқтатып, параң болса бер деген. Қоя бер билер жөніме, қалжыңдасып тұратын үйіндегі жеңгемен.